This is the main event of the evening. Up next, the bout in the super flyweight division up to 52 kilograms. We are set for 8 rounds of professional boxing. Нас ждет бой во втором наилегчайшем весе до 52 килограмм. 8 раундов по правилам профессионального бокса. And the first, making her way to the blue corner, please welcome the fighter from Egypt, Aya Ramadkhan. Поприветствуйте ее соперница. Красный угол ринга. Она представляет Казахстан, город Алматы. Полоса Муздима. Уважаемые дамы и господа, через несколько минут мы узнаем, кто же одержит победу в этом противостоянии. А пока позвольте представить официальных лиц, которые оценивают главное событие сегодняшнего вечера. Супервайзер Рахимжан Ерзимбеков, инспектор Дасан Аскар, боковые судьи Дмитрий Ковальчук, Самат Абен и Алмаз Душчанов, таймкипер Бекзат Сабрабеков, врач Олжас Ешмагамбетов. Ну и прямо сейчас, уважаемые дамы и господа, ladies and gentlemen, настало время представить вам соперников. And first, let me introduce the athletes in the blue corner. She is a 19 years old, standing 164 centimeters tall and weighing 52 kilograms. Ее возраст 19 лет, рост ее 164 сантиметра, вес 52 килограмма ровно. Her professional record 4 wins, no losses. Ее профессиональный рекорд 4 победы и без поражений. Representing LB Sports, Cairo, Egypt. Please welcome. Make some noise, Aya Ramadkhan! Ее соперница выйдет на этот бой из красного угла. Она представляет Казахстан, город Алматы. Ее возраст 27 лет. Рост ее 165 сантиметров. Официально вес спортсменки остановился на отметке 52,1 килограмма. Ее профессиональный рекорд безупречный. 7 побед и 5 нокаутов представляет New Names Promotions, город Алматы. Поприветствуйте Полоса Муздима! Мы желаем спортсменкам удачи, wish the fighters good luck. Ваш рефери в ринге Бахтияр Жакипов. Okay, boxers, listen to my command. No punch the back, no low blow, no holding. Okay? Shake the hands. Good luck. Внимание, первый раунд. Ая Рамадхан, енді Рамазан деп айтсақ та, Рамадхан деп айтсақ та, араб тіліндегі грамматикаға ешқандай бір қате естілмейді. Қазір Ая Рамадхан басқаша, мүлдем жекпе-жегі мүлдем басқаша. Бұл жекпе-жек 52 келі салмақ дәрежесінде өтеді. Мінекей Балаусаның алдыңғы қолмен жасаған джеб соққысы тура өтті. Египеттік спортшы екінші нөмірмен жұмыс жасауда тым бір қашақтап жүргенде, жасыратыны жоқ. Әлемдік рейтингтегі орындары жер мен көктей. Балауса әлемдік рейтингте 7-ші орында тұрса, қарсыласы Ая Рамадхан 190-шы орында. New Names Promotion'ның өкілі Балауса рингтің ортасын өзіне алды. Басымдық толыққанды өзінде. Мінекей арқы қолмен жасаған соққысы дәл өтті. Жалпы бұл аруды біз нокаутер ретінде танимыз. Айта өткенде 5 жекпе-жекте
нокаутпен жеңіске жеткен болатын. Ал мінекей ішін сақталады. Балаусамен шыққан арулардың барлығы осылай ішін сақталай береді. Балаусамен шыққан боксшылардың барлығы осылай ішін ұстап қала беретіні бар енді. Десе де, Айя Рамадан әрмен қарай жекпе-жекті жалғастыра алады. Балауса нокаутқа қазір дем беріп жатқандай және тағы да ішін сақталды. Айя Рамадан жоқ дейді, мен дайынмын дейді. Мен жалғастыра аламын дейді. Жоқ, төреші, бас төреші Бақтияр Жақыпов бұл жекпе-жекті тоқтататындай да бар. Айя Рамаданның Балаусаға ешқандай күші жетпеді деп айтсақ артық айтпаған болармыз. Балауса Мұзиман осылайша өзінің 8-ші жекпе-жегінде 8-ші жеңісіне қол жеткізіп отыр. Да, поздравляем Балаусу Музиман с ее 8-й победой в профессиональной карьере, 6-м нокаутом. Уважаемые дамы и господа, рефери этого поединка Бахтияр Жакипов остановил встречу в первом раунде на 2-й минуте 3-й секунде. Тем самым нокаутом. In your winner by KO. Победу одержала Балауса Музиман. Аплодисменты ее соперницы Айя Рамадан.